Егер жүкті келіншектің көзі нашар көретін болса, немесе мен сияқты очки тағатын болса, ол міндетті түрде кесір тілігімен босануы керек пе? Жалпы қазіргі таңда көптеген адамдардың көзінде проблемалар бар, яғни минус немесе плюс деген сияқты көзі нашар көруі мүмкін. Және де кейбір келіншектер ойлайды, жүктілік кезінде егер де әйелдің көзі дұрыс көрмейтін болса, ол табиғи жолмен босануға кедергі болады деп. Негізінде қыздар, сіз өзіңіз табиғи жолмен босанасыз ба, немесе кесір тілігімен босанасыз ба, ол сіздің көзіңіздің артқы жағында орналасқан сетчаткаға байланысты. Сондықтан жүктіліктің 29-30 аптасында міндетті түрде офтальмологқа барып, циклоскопия деген зерттеуден өтуіңіз керек. Яғни сіздің көзіңіздің артқы жағында орналасқан сетчатканы тексереді. Егер де ол жерде барлығы жақсы болса, сізге офтальмолог өзіңіз табиғи жолмен босануға рұқсат береді. Егер де сіздің көзіңізге нагрузка түсіруге болмайды, егер де көзіңіздің одан сайын көрмей қалу қаупі болатын болса, онда сізге кесір тілігімен босануға рекомендация беруі мүмкін.